қазір карта табата ойын түсіндіретін боламын. Бұл ойын балалардың шапшаң есептеуіне көп үлес қосады. Мысалы, мына жерде мына үшке бөлінеді. Мынау қосу азайтуға, мынау көбейту мен бөлуге, мынау теңдеуді шығаруға, белгісіз санды табуға арналған. Мысалы, қосу мен азайту бірінші сыныптарға өте тиімді ойын. Картаны 6-6-дан болсын бөліп алады. Оны бірнеше оқушы бөлініп ойнаған ыңғайлы. Бір оқушы картаны тастайды. Бұл жерде 12 қосу 1, не болмаса 12-ден 1-ді азайту керек. 12-де қосу 1, кімнің қолында 13 деген сан болса, ол 1-ден осылай жауабын тастау керек. Не болмаса 12-ден азайту 1 деген кезде 11 сан. Қай оқушы жылдам тастайды, соның жауабы қабылданады. 20 қосу 5. Бала тез шапшаң жауап беріп, жауабын тауып қоюы керек. Картаны тастаймыз. Бұл мына мысалы басқа есептің жауабы. Мысалы 2 көбейту 6. 12-ні мысалы жауабын қойып тастау керек. Теңдеуді тастайды. Егер де бұны оңай жолын тастаса, мысалы 16-ны 4-ке бөледі. 4 болады. Мысалы 4-тен 2-ні алса, значит мынаның жауабы 2 болады. Сонда 2 қосу 2 4, 4-ті 4-ке көбейтеді, 16 шығады. Карта ойнағанда бөлеміз. Қанша болады 19-ға 4 қосқан кезде? Не болмаса 19-дан 4 алғанда неше болады? 19. Молодец. 12 қосу 5. 17. Апай тауып алды. 12-ке 3 қосамыз қанша? 15. 15-тен 12-ден 3 тазайтамыз. Не болмаса 12-ден 3 тазайтамыз. 12. 15. Молодец.